Ассалаумағалейкум білім қазына көрермені, амансыздар ма? Бүгін бізде қонақта белгілі драматург, қаламгер, Жақсылық Мұратбек. Рахмет. Жәке, студиямызға қош келдіңіз. Қош келдік. Мына әуелгі сұрағымның әлқиссасын мына драматургиядан бастасам. Бүгінгі пьесаларда қандай тақырып жетіспейді? Және де нені біз қозғауымыз керек? Осыған бір тоқталып өтсек. Рахмет, Бірбек шақырғанға. Біріншіден, барлығы әдебиеттің сөз өнерін қару еткен қаламгер болғаннан кейін, бұл біздің бастау алдындағы тұрған сөздің тұшымды болуы, тиянақты болуы, ілгері болуы, ол адамның ішкі жан дүниесіне, ішкі рухани кеңістігіне, ішкі ой өрісінің биіктігіне байланысты. Драматургия кез келген қаламгердің қамыс салдыра беретін тақырып емес. Өйткені драма бұл өмірдің, мысалы, біз Құдай тағаланың жаратылысының шын көрінісі ретінде ол ұлы режиссер, біз ұлы актер деп есептелген күннің өзінде біздің тұтас бойымызға біткен төлтума қасиетіміздің барлығы өмірде көрініс тауып жатса, сол өмірдің екінші көшірмесі ретінде ол сахнадан көрініс табады. Ал сахнадан көрініс табу үшін оның тұла бойындағы бүкіл болмыс бітімін, жүрегінің қағысын, ойының тереңдігін, пайымының биіктігін қаламгер мына адам жүрегі секілді лүпілдетіп дайын қағазға түсіреді. Ал оны ерегізіп әбден ең қандырып тұндырып болғанға дейін біраз мезгіл өтеді. Содан кейін барып режиссердің қолына өткен кезде ол бір тыңғылықты жұп-жұмыр ошақтың өшпіт секілді тиянақты дүние көрерменге жол тартады. Бұл енді творчестволық өсу барысы. Ал бірақ не кемшіл, не артық дегенге келетін болсақ, біз шыныменен тарихта көп жағдайда есе берген ұлттың қатарына жататындықтан, біз әр ұлттық дүниені қаузай білген ұрпақтың баласы ретінде оның ішіндегі көп көрнекіліктерді әлі күнге дейін жарыққа шығара алғанымыз жоқ. Театр әлемі күні кешегі қазақтың төлтума айтыс өнерінен бастау алады деген күннің өзіне қазіргі жоғарғы оқу орындарымен біздің ұлттық театрлардың үстіне жергілікті облыстық театрларда қойылып жатқан репертуардағы дүниелердің барлығы бір табан әрине халықтың өзінің кемеліне келу үшін біз жұтылып қалған ұрпақтың сойы, білімі, тереңдігі, жаңағы танымын қайта қалпына келтіру үшін театр қазір белгілі деңгейде сол дүниені қаузап қалпына келтіріп, тарихи драмаларды, 90-шы жылдардағы дүниелерді, мысалы, қазақтар, үлкен белгілі драматургтер жазған дүниелердің барлығын ойшыл мықты режиссерлерменен қаламгерлердің тұтаса отырып жасаған іргелі дүниесінің арқасында біз бірталай ұтылған дүниені қайтадан өмірге алып келдік. Ал қазіргі ол осыдан бір 10 жыл, 20 жылғы бұрынғы нағыз майталмандар, мамандар, нағыз сен тұрмен атайын қыз жігіттер сол кездегі әдебиеттің бел ортасына жүрген аға апаларымыздан тартып, мықты үлкен режиссерларға дейін олардың өн бойында болған қасиет қандай қасиет еді? Ол халықтың төлтума мәдениетін өзіне қайтарып беру. Мұқағали Мақатаевтың қазақтың қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарамын дегендей, осыны шекпен жауып бір заманына үйлескен, келіскен бір тиянақты дүниені беруге тырысты. Ал бүгінгі театрдағы жастар, бүгінгі театрдағы актерлардың менің байқағанымда бір дүние кемшіл. Ол оқу жетпейді. Ол тереңдеу жетпейді. Ол әлі күнге дейін бірден алып-ұшып экранға ұмтылып, бір фильмменен кәдімгідей үлкен өзін авторитет, не болмаса беделді, не болмаса жұлдызға айналуға бірден құмартады. Ал жұлдыз болу деген ол жұлдыздардың барлығы бірдей санаулы түрде барлығы жарқырап тұрмайды. Оның жарқырайтыны бар, жарқырамайтыны бар. Оның көзге ыстық болатыны бар дегендей, оның ішіне санамалап келген кезде сіздің тереңдігіңіз, сіздің біліміңіз, сіздің ой көкжиегіңіз, сіздің кітапқа деген іңкәрлігіңіз терең болмайтын болса, сіз үлкен өмірге, үлкен сахнаға, одан кейін бір белесті асып түскеннен кейін сізден кейінгі толқын сізге сыншы болып келеді, сіздің минусыңыз сол жерде көрінеді. Ал сіз кімнің актерісіз бірінші? Сіз бірінші қазақтың актерісіз. Сіз кімнің жазушысыз? Қазақтың қаламгерісіз. Ал осы жақтан келгенде біз батысты өзге ұлттың, өзге мәдениеттің ырқымен жүріп қана мойындата алмаймыз. Біз өзіміздің төлтума мәдениетімізде әлі бұғып жатқан астарлы дүниелерді соның қылын шертіп әкеліп, соны театрда, әдебиетте, өнерде өзіміздің халық мойындап, сосын өзге мойындата алсақ, онда ол кез келген өнерпаздың шеберлігі.
Антон Чеховтың бір пьесасында Ваня ағай ғой деймін, қателеспесем. Сонда бір әртіс ойнап жатқан кезде жаңағы енді образға бейімделіп сол образға сай ойнап жатыр ғой. Сөйтсе Антон Чехов жаңағы көрермен ретінде қарап отырып орнынан тұрып жаңағы әртіске барады екен да, сіз әртіс ретінде ойнап жатырсыз дейді екен де, сіз ол әртістің өмірін сүру керексіз деген екен да. Яғни айтпағым, мына қазіргі таңда көрерменнің сұранысын қаншалықты қанағаттандырып жатыр біздің театрлар. Аруақты жерден ат үркет деген қазақтың сөзі бар. Осы сөздің тұтас өн бойына үңілетін болсақ, біздің Мұхтар Әуезов атындағы Әкем театрдан бастап қолға алынып жатқан бүкіл репертуардағы дүниелер, қазір Еркін Тілеуқұлы Жуасбек ағамыз бастаған іргелі дүниелер соғысы соңғы жылдардың өзінде белең алып, халықтың риясыз ықыласына бөленіп жатқан туындылар көп болып жатыр. Оның ішінде жас режиссерлар, жас драматургтер, талантты өнерпаздар бір жағадан басып, бір жеңнен қол шығарып, шынайы өнерпаздар, оның ішінде өлі өнерді көрсетпей, шынайы өнерді көрсеткісі келетін мықты дарынды актерлар бар. Бірақ бәріне бірдей топырақ шашқымыз келмейді. Ішінде санаулы түрде кішкене жалқаулық басады, енжарлық болады. Не болмаса осы бүгінгі күніме қанағат, осы рөліммен ғана ұшпаққа ұшам дейтін жастарды да аз емес. Ал бір рөл алып, баяғыда үлкен аға-апаларымыз бір рөлді, басты рөлді ойнау үшін жылдап күтетін. Олар сол рөлге бекіп, тиянақталу үшін өздерінің ішкі тереңдіктерін әбден мойындатып алып, ол басты рөлге шығатын. Ал қазір кез келген кезде шолтаң етіп шығады. Ал анаған салсаң анада жоқ, мынаған салсаң мынада жоқ, екі ортада әпер бақан біреу болады. Ал өнер туындысы деген не? Өнер туындысы деген ол сіз. Сіз Құдай тағаланың жаратқан ешкімге ұқсамайтын өнер туындысыз. Енді сіз сол өнер туындысына лайықты өзіңізге берген халді, өзіңізге берген жарықты жаңа бір деңгейге жетілдіріп, ұштап, сіз енді өнер жаратуыңыз керек. Ол үшін сізге үздіксіз ізденіс керек. Талантты болудың, дарынды болудың, елді мойындатудың, жұлдыз болудың ешқандай құпиясы жоқ. Ол тек қана еңбекпен өлшенеді. Еңбексіз кәдімгі енжар, беймезгіл уақытта берекесіздікке тап келетін болса, онда ол өз қатарынан, өз буынынан қала берді деген сөз. Ал үлкен сахна, киелі сахнада сіз келіп отырған халықты алдамас үшін әртіс деген халықтың жалпы барлығымыз да әртістеріміз өмірде. Қай қайсымыз болсақ та сауырымызға қамшы салдырмау үшін шынайы, талантты, дарынды, үлкен мүмкіндіктерге жол ашатын үлкен өнерпаз болу үшін өзімізді үнемі қамшылай беруіміз керек. Одан асып ешкім ешқайда бармайды. Бәріміз әртіс. Енді бағанағы сөзімді айтып отырмын ғой, аруақты жерден ат үркет деп. Біз осы тәуелсіздік алған 30 жылдың беріне қарай көп нәрседен ұтылдық. Оны сыншыларда үлкен аға-апаларымыздың тиекті сөздері, халықтың риясыз мынау көкірек көзін ашу үшін үлкен ойшыл аға-апаларымыз үлкен сұхбаттарда оны дәлелдеп пайымдап отыр. Бірақ біздің үлкен оқу бағдарламалары, үлкен өлшемге сыймайтын қазақтың өзінің байырғы түсінігі, байырғы танымы, байырғы беріктігі, байырғы рухын қайта тілдіру үшін сізде бізде қаламгер ретінде бір кісідей бел сыбанып жатқанымызбен бұл әлі жетерсіз. Өйткені жастық деген толассыз мүмкіндік. Сол жастықты шынайы талантты жігіттер бар, сайда саны құмда жоқ, қайда сіңіп кетіп жатқанын білмейсің. Бірақ соларды суырып алып, солар оқыса, білсе, өнер иесі болса, кейін өзім мойындатқаннан кейін шынымен де осы елім, жерім деп риясыз іңкәрлікпен сүйетін болса, ол бірінші Ақселеу ағамның айтпақшы, ұлы отаннан бұрын бірінші кіші отанды тұшына сүйену керек, өйткені ол кіші отан сіз бен біздің ауыл емес пе? Сол ауылда өскен қыз жігіттердің бәрін қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, осы қалаға алып келіп, олардың ішкі өнерін, ішкі бұлақ көрсең көзін аштап, олардың ішкі әлемін әбден білгеннен кейін оларды баптап, сайгүліктей мың тұлпардың арасына қосып кеп жүрген кезде жүйрік болмасына кім кепіл? Ол кешегі Асқар Тоқпанов келген Асан ағаларымыз, не болса Тұңғышбай ағаларымыз, осы мысалы театр өнерінде, кино өнерінде жүрген, мойындатқан тұлғаларды ғана тілге тиек етіп отырмын. Оның ішінде қаншама қаламгерлері бар. Мысалы, бір Рахымжан аға Отарбаевтың өзі осы дүниеден өтетінен бұрын Дару жолда Дана Нұржігіт апайымызға берген сұхбатында, біз ағаларымыздан көп қамқорлық көрдік. Олар ағаларымыз бізге шапағатын тигізді. Ол кезде қандай еді? Халықтың басым бөлігі өзі аш-жалаңаш отырса да өзгеге қамқорлық көрсете алатын, мейірім бере алатын. Мешіттер салынбаған Совет үкіметі кезінде әзір 4000-ға жуық мешіт бар ғой. Құдай деп күнде азанымыз шақырып, 5 уақыт тоңқаңдап намазымызды оқығанмен
тілімізде болғанмен ділімізде жоқ қой біздің абай айтқандай. Ал ол кезде ауылда жай ғана бір мысалы мына ауылдан сізбен біз көрші тұрық, ал сіздің расымен де қиындығыңыз не болмаса бір күндік ауыр жұмысыңыз болса, сол бейнеттен арылу үшін сол үйдің білекті жігіті, білікті азаматы болса, үлкен төрде отырған аналарымыз, ей бар, ұялмай қалай отырсың, ана көрші үйдегі ағаңа көмектесіп жәрдемдесіп берсеңші. Ал қазір сізден беті бүлк етпей тұрып ақ тілейтін, иә, кішкене қол қимылдай қалғанға риясыз ішкі тілеуін арнамай, соған сол уақытының кеткеніне, бодауының асқанына міндетсініп тұратын ұрпақ келді қазір. Ал бірақ бұл ұрпақтың барлығы заңдылық шығар, өйткені бұл дәуірден өту керек, келесі дәуір қандай болады. Бірақ біздің артқа шегініс жасап, алдыға барлау жасау үшін біз тағы да қайталап айтуға тура келеді. Ұлттық иммунитетті көтеру керек. Әлі де көтеру керек. Біз әлі жетерсізбіз. Жете қабыл жеткеніміз жоқ. Иә, үлкен-үлкен билік органдарында үлкен-үлкен тізгін ұстап отырған ағаларымыздың барлығы бұлған айтарлықтай қамқорлық жасады деген күннің өзімен біз мемлекетке ек сүйеп ырыққа бағынуға әр азаматтың масыл болып отыруға қажеті жоқ. Ол ауылдағы болсын, ол қаладағы болсын, мейлінше менің қолымнан не келеді деген сұраққа жауап беріп үйрену керек. Мысалы, Нұрбек, сенің қолыңнан не келеді? Сен иә сұхбат аласың, үлкен-үлкен шығармаларды өмірге әкеліп жатсың. Халықтың белгілі тынысын алу үшін сен Нұрбек ретіндегі өзіңнің міндетіңді, парыз қарызыңнан құтылуға тырысу үстінде сен құлшынып келесің. Біз де солай. Бірақ біз гәп неде тұр деген дүниеге келгенде, өнер тудырушы адам өзінің өзегі жарды туып өскен айналасынан, ыстық ұясынан алыстап кетпеу керек. Қазір бір туған аға-апалар бірін сыйламайды. Бір туған бауырлар бір-біріне айлап жылдап қана көрсет, ал шынымен топырақ төлім торқалы тойда барып, сен қалың қалай деп сәлем беріп, шынайы риясыз тірлігін, ықыласын білдірген адам өте кемшіл. Ал бұның барлығына бастау болатын дүние біз үйістіріп отырған Қазақстан деген мемлекет ретінде балық басынан шірейттеп басында отырған үлкен аға-апаларымыздың барлығы осы инерциямен кезіндегі Шерхан, Мұртаза, Қадыр аға, ана Өзбекәлі Жәнібеков секілді бір туар елдің азаматтары осы дүниенің басқасында болып қанша рет қақсаса да, бірақ соның инерциясымен 30 жылдан кейін қайта келе жатырмыз десе де әлі жеткіліксіз. Сол әлі үрдіске айналып, міндетті түрде жарнамаланып, міндетті түрде насихатталу керек. Оның насихатын жасау үшін, анау мектептегі бала оны таныған күннен бастап, білесіз бе, мысалы, сіз бен біздің қанаттануымызға үлкен себепкер болған балалар басылымы болды. Сол басылым арқылы біз өзіміздің қанатымызды кеңге жайдық. Ол Айгүл журнал болсын, ол Балдырған жол болсын, ол Мөлдір бұлақ болсын, бұның басындағы баланың тіліменен шыны риясыз сөйлесе білетін шынайы маман болса, ондағы бүгінгі Қазақстан ертең кемеліне жетеді. Өйткені кешегі бала бүгінгі данаға айналуы мүмкін. Біз осыны көп жағдайда осы жағынан ұтылып жатырмыз. Рас, Қазақстанның түкпір-түкпірінде ашылып жатқан балабақшалардың барлығына бірдей топырақ шашқым келмейді. Бірақ шынымен де риясыз сол балалардың ішкі қарынның қамын ғана күйттемей, оны мына қарыннан бөлек көкірек деген үлкен орган бар емес па? Сол көкіректі ақыл санасының ақ-қарасын ақылдан өткізіп, жүрекке жеткізіп, шынайы осы бала ертең қазақтың келешегі деп жан ашитын ата-ана, жан ашитын ұстаздар болса, онда біздің ертең бел сыбана мынау әлемдік аренада мойындатуымыз хақ қой. Өнерде қалдыңыз, Жәке. Өмір мен өнерді тоғыстыратын мәңгілік сұрақтар сіздіңше қандай? Ол дау тудырады. Ол үздіксіз ақ пен қараның күресі қияметке дейін бірімен бірі алысып, не бірі жеңіліп, не бірі жеңіп жатады. Оған ешкім дау тұрып, ақ тұрған жерде қара болмау керек, қара тұрған жерде ақ тұрмау керек деп ешкім дау айта алмайды. Бұл екеуінен де сабақ ала білу керек. Әр күніміз жарқырап атқанмен, әр күндегі Алланың бұйырған сынағына сіздің ішкі инерцияңыз дайын болу керек. Сіздің ішкі шүкірлігіңіз көп болу керек. Күнделікті өмірде алдыңа қойған асқа да риза болмай, мына тұрып атқан құрқылтайдың ұясындай болса да, ол сіздің тұрып атқан үйіңіз, Құдай тағала соны сізге бұйырды, сіздің еңбегіңіз арқылы сол деңгейге жеттіңіз. Енді келіп тағы қанағатсызданып, мен бұдан да үлкен үй алуым керек, бұдан да шарықтауым керек, бұдан да биіктеуім керек. Бірақ жақсы ниетпен болса, ол жақсы. Бірақ осы өзіңнің қолда барыңа шүкір етпей, барға қанағат жасамай, үлкен байлықты көксеп, үздіксіз өзім ғана, өзім дейтін болсаң, онда өзіңнен кейінгі буынға үлкен сөгіске қаласың.
Ал саған сол берген нығметті ол жаратқан жалғыз тәңірі алып қою мүмкін. Ал сен сол қайырлы нығметке келіп өзің қайырсыздық жасағаннан кейін сен ол бергелі жатқан дүниеден айырылып қаласың ғой. Сол үшін біз мына жанның әзір Хакім Абайдың керемет бір сөзі бар. Біз жанды тәнді жанға бас ұрғызуымыз керек еді дейді. Жоқ, біз өйтпедік, біз ұзақтай шулап, қарғадай бақылдап, ауылдағы боқтықтан ұзамадық. Жан бізді бала күнімізде билеп жүр екен дейді. Ал біз тәнді жанға бас ұрғызуымыз керек еді ғой. Біз оған жеткізгеніміз жоқ. Енді бүгінгі күн, бүгінгі әзір сіз не жем, не ішем демейсіз. Аз кем қимылдасаңыз, әрекет жасасаңыз, еңбектенсеңіз, табыс табуыңызға болады. Ол табысты күнделікті отбасының кәдімгі ішіп жемінен бөлек басқа да тірліктің игілігіне жаратасыз. Бірақ сол сіз бір тауып келген табысыңыздың өзіне шын ықыласпен, адал жүрекпен, үлкен иманмен осы табысыммен мен ертең үлкен келешек жаратам, үлкен елдің болашағы болам деп, соны өзін өзі тәрбиелеп, өзі үздіксіз жіберген қателігінен сабақ ала отырып, соны екінші рет қайталамай, бір белес бағындырғаннан кейін тағы бір белеске шығам деп өзін үнемі жетілдіріп отырған азаматтан айналасың ғой. Ондай азамат жоқ емес біздің қатарда көп. Әлкім ақыл айтуға құштар, бірақ өзін түсініп қойын дейді Фараби бабамыз. Рас, бұл ақыл айтудағы мәселе емес, бұл өзіміздің осы 30 жас, орта бұзар жастан асқаннан кейінгі өзіміздің аз кем көрген, түйген, білген дүниелерімізден шығарған қорытынды. Бірақ дәп басып айтатын бірақ дүние, біз ұлттық құндылықтардан, ұлттық бойтұмардан ажырамауымыз керек. Одан ажырадық, біттік. Біреуміз бір жерде сәләфит, біреуміз уахабит, біреуміз тағы бір жерде кришнаит, тағы бір жерде бірдеңе болып кетуіміз мүмкін. Оның да соның салдарына біз түсіп кетуге аз қалған халықпыз. Ал соның басында қорғаушы, қуаттаушы үлкен зиялылар болды, бірақ оның басы шабылып, тізесі бүгіліп кетті. Бабаның аманаттаған ақ дәстүріне қиянат жасамау үшін өзімізді әлі де іздеуіміз керек. Бағана айтып қалдыңыз, мына туған мен туысқан бір-бірімен араласпайды. Мына қоғамдағы түрлі өзекті проблемалар қаншама толып жатыр, солардың мысалы өнер қоғамның айнасы. Яғни осындай көріністер, осындай жайттар мына сахнадан көрініс тауып жатыр ма? Иә, мысалға біз үлкен әлемді жаулаған пандемия кезінде Ауыз театрына менің алғашқы шыққан туындым Қытайдан жеткен сәлемдеме деген туынды болатын. Ол Рахымжан аға Отарбаевтың шағын ғана әңгімесі. Сол әңгімеге мен 3-ші курста оқып жүрген кезде Әлібек Байбол деген досым маған ұсыныс жасады. Осы дүние маған келіп тұр, бірақ режиссерға айттым, сізді ұсындым деді. Содан кейін мен тайсалмай Әкем театрға тұңғыш реткі пьесам 3-ші курста сахналанды. Алена Қабдешова, Еркін Тілеуқұлы Жуасбек театр басшысы болып тұрған кез, әзірде ол кісі сол театрдың басшылығында, десе де сол бір дүние қауырт дүние болатын. Қандай дүние? Өйткені шет аймақтағы ағайындардың тең жартысы не анда емес, не мында емес екі жаққа бөлініп қалды. Шекара тарс етіп жабылды. Сол кезде бірін-бірін сағынған ағайын, анау Қытайдың ішкерін айналып келіп, қаншама қаржысын құртып, осындағы біреу баласынан, біреу немересінен, біреу атасынан осылай көрісудің өзі зарға айналған кез болды. Сол кезде осы Рахымжан ағаның осы шағын ғана әңгімесінің идеясынан өрбіген Қытайдан жеткен сәлемдеме деп аталатын спектакль Оспан Батырдың дәуірінде болған ала шапқан кездегі халықтың беймаза көрініс тапқан сәбетпенен мынау Қытай арасындағы үлкен идеологиялық үрдіс, яғни Оспан көтерілісінен кейінгі халықтың хал ахуалы бір отбасы болды, бірақ екі жаққа жарылып қалды. Не жан сақтау керек болды, не мал сақтау керек болды. Әрине басым бөлігі жан сақтауға ұмтылды. Сөйтті де қайтты. Осы трагедияны, осы кезеңді дәп басып қылыш жеткен дүние сол спектакль болды. Оны ойнаған әртістер де, оны сахнаға алып шыққан режиссер де, оған бел сыбана іске кіріскен біздердің де бір кісідей еңбегіміз бар деп есептеуге болады. Десе де, ол әуелде сол болса екен, көрсе екен, халық өз тарихынан, өз тамырынан айырылып қалмаса екен деген дүниеден туды. Ал одан кейін махаббат пен қасірет деп аталатын Сәуле апамыздың Досжанова жазушы, қазақтың үлкен жазушысы, сол кісінің Қасірет пен тағдыр деген драмасының желісіне Қасірет пен махаббат деп романның желісімен
пьеса қойдық. Ол әлі күнге дейін көбінесе жастардың ықыласына, мына семей полигонына байланысты болып жатқан үлкен дүниелерді астарлап жеткізген әлеуеті жоғары пьеса болды да, ол Әкем театрының сахнасынан күні бүгінге дейін түспей келе жатыр, жақсы қабылданып келе жатыр. Бұл не деген сөз? Бұл бір мақтану үшін емес, бір дарақылану үшін емес, одан тыста жазылып жатқан дүниелер бар, бірақ соның барлығының қайнар көзі біз кімбіз деген сұраққа жауап беру. Тағы да қайталап айтуға тура келеді. Енді ары бері бұның барлығын тереңдетіп қаузай беретін болсаңыз, бірақ нәрсе келіп тіреледі. Ол сіз осы жаста, осы төңіректе, осы халде сіз не істеп жатсыз? Сіз жастықты қалай өткіздіңіз? Сіз балалық шағыңызда мақұл, балалық шақ ол кең өрістеген, сенің бала қиялыңда таза болған саф дүние. Оны, яғни сол саф дүниеден сен өзіңнің шалалығың болады, қызық еркелігің болады, соның барлығын бұзып алмай, кіршіксіз таза күйде жастыққа алып келіп, оны біліммен, өнермен, жақсы атаның баласы ертең жаман деген атқа кір келтірмесін деп ауылдағы шал кемпірлер айтады ғой, қазақта сөз бар, жақсы әкенің аруағы жаман балаға 40 жыл азық болады деп. Ал осы мақалды көбіне біз ескере бермейміз. Мысалы, бір ауылда отырған, сенің әкең өсіп-өсін, әкеңнің көзін көрген өлмесін деп не үшін айтады? Өйткені соның ұрпағы, егер бұның атасы жақсы еді, жарықтық, осының атасына Құдай разы болсын, енді баласы қалай бола екен деп сынап қарайды. Ал жақсы атаның тұқымы деген атты сіз кірлетіп алмауыңыз үшін, сіз соны жүрегіңізге, жастайыңыздан сіңіріп өсіруіңіз керек. Біздің ауылда шал кемпірлері көп болып, біздің ауыл мен үлкен кемпірдің баласы болғандықтан, үлкен кісілердің етегіне оранып өстім. Сонда үнемі айтатын, аттың жалы атанның қомында жүрген кезде, жаз жайлау, күз күзеу, қыс қыстауда бізге іштей бізді үнсіз тәрбиелейтін ол кісілер. Үйт, бүйт, сөйт, сүйсең бүйтесің, бүйтсең сөйтесің деп қазіргі күнге дейін аузын ауыртып көпірме сөз айтпайтын. Тек қана бір қабағымен, тек қана бір ауыз, аз кем айтылған бір ауыз сөзімен сенің есіңді жиғызады. Ей балам, анау жайлауда болса, анау төбедегі қойды қайырып келші. Ал қой бақты дегенше, ой бақты демейсің ба? Сен анау тәкаппарсынып бара жатсаң, кеудеңдегі тәкаппарлықты басу үшін биік тауға шық, сонда айналаңа қарағанда, мына дүниенің жаратылысын көріп отырып, менен де күшті құдіретті бір тылсым күш бар екен ғой деп өзіңді кішкене кішірейтесің дейтін жарықтық. Ал сол сөз, сол ішкі адамның жанын қуалаған осындай бір үлкен дауылпаз дүниелерді ортаға әкеліп, бүгінгі қалалық урбанизацияға келіп, сіз осы танымды сіңіре алсаңыз, онда сіз азаматсыз. Ал біз осы танымды әлі күнге сіңіре алғанымыз жоқ. Қазақтың дәстүрінде бір керемет дүние бар. Мысалы, сіз жылқы баққан жылқышыларды көрдіңіз ғой, Таутас ойғырда. Мысалы, мен көрдім. Біздің үлкендер, белгі, мысалы, жылқыны әбден өзінің тірлігі өзімен болып, бір бел асырып, жаңағы өзі үйренген жерге апарған кезде, мысалы, ол жерде аң құс көп, таулы тасты жер, аң құс көп, қасқыр көп. Сонда біздің ауылда бір үлкен кісі бар болатын, сол кісі ылғи сол тауға жылқыны айдап апарып тастаған сайын, артын апарып тастаған сайын жылқыны, өйткені ол жерде бағана жыртқыш хайуандар көп қой. Сонда ылғи бір ешкісін үнемі сойып отырады. Сойып, боршалап кетеді сол жерге. Қызығы сол, жаңағы жылқы жазда жүрсе де, жаңағы жыртқышы көп Таутаста әлгі жылқының құлындаған, биенің құлындаған құлынына дейін бір жыртқыш кеп тұмсығын тіремейді. Тырнағы батпайды. Неге? Өйткені жаңағыдай кейбір алып кеп тастап, боршалап сойып тастады ғой. Соны жетті, қайта керісінше жаңағы жылқыларға шабатын басқа хайуанаттарға, ана қасқырлар керісінше қорғаныс болады. Соларды кәдімгідей қорғайды. Олардың өйткені қасқыр есті хайуан. Біз әзір адамдықтан азғандығымыз соншалық хайуанның өзінің кішілігіне, мейірімділігіне бір табан біз жетпей бара жатырмыз. Былай қарасақ, ессіз хайуан дейді ғой, ал ессіз хайуанның өзінің ессіздігі біздің бүгінгі күнмен салыстырғанда farқы жер мен көктей. Осы бір қызық дүние, елең ете қалатын дүние, рас қой. Мен осыны үлкен кісілерден көрген кезде табиғаттың бір беймәлім тылсымына, беймәлім күшіне іштей ғана
санамалап осындай да бар екен ғой деп бала күнімде түйсініп түйіп оны жүретін. мына Шыңғыс Айтматов Жан пидасында, Джек Лондон мына тектік сарын ағазуында әбден керемет суреттеп адамның өміріменен жаңағы өмірі байланысты. Ендігі кезекті сұрағым, Жәке, мына ұлттық құндылықтарды, оның ішінде сөз өнерін көптеп дәріптеп жүрсіз. Мына оң мен солдың дауылы соқпас үшін қай жыртығымызды жамап, қай іргемізді көтеруіміз керек? Қалай ойлайсыз? Қазір кітап оқылмайды дегенге мен сенбеймін. Өйткені қазір біздің мемлекетімізде жоғары жақтан бастау алған дүниелердің барлығы тұтас. Кітапты басқарып, кітап палатасын кәдімгі біріктіріп отырған мықты мамандар бар. Мысалы, бір ғана кісіні тілге тиек етуге болады. Мен өзім көзім көріп куә болып жүрген Ғазиза Құдайбергенқызы. Мысалы, осы кісінің маман ретінде маңайындағы жас таланттарды, іргелі мықты қыз жігіттерді маңайына топтап, мына біздің жазушылар одағымен бұрын жасөспірімдер, балалар мен жасөспірімдер кітапханасы болды ғой, Жамбыл атындағы. Сол кездің өзінде кәдімгі әдебиетті нұсқап, кітап оқуға жастарды баулып, қаншама сен түрімен атайын қыз жігіттерді баулыды. Бұл шынайы кітапханашының кітапты сүйген және өзінің мамандығына деген риясыз берілгеннің нәтижесі. Өнерде біз қаламгер болғаннан кейін не жоғалтып, не жоғалтпау керек, неден ұтылып, неден ұтылмау керек деген сұраққа келген кезде, біздің әдеби айналым әлі күнге дейін біздің классикалық шеңберден шыға алмай келеді. Классикалық шеңбер ол біздің, әрине, біздің алдыңға аға толқын үлкен қаламгерлер біз үшін ұстаз, ол кісілердің кез келген шығармасын алып қарасаңыз өмір жатыр. Бірақ біз сол өмірді оқи отырып, әлемдік үрдісте, әлемдік әдебиетте, әлемдік жаңалықта, әлемдік саясатта не болып жатыр, соған үнемі көз тігіп отыруымыз керек. Соның біздің қазаққа қайсысы пайдалы, қайсысы зиян, қайсынан жеңіс келеді, соны өзімізге ұтымды пайдалануымыз керек. Өйткені кітап оқығанда оқырман сізге болмайтын даңғаза бір дүние болмау керек сіздің жазған дүниеңіз. Әзір екінің бірі иттің байы да кітап жазып кетті ғой. Бірақ кітап жазғыштардың барына ішіне жаңағы қазақ әдебиетінде көркем сөз оқылмайды, ол неғып көсемшіп сонша андай шимай шатпақ бірдеңелерді береді деп, кейде бір оқырмандардан осындай белгісіз бір танымы жоқ бір кісілерден осындай дүниелер естіген кезде әттеген-ай дейсің. Қазақтың өзінің сөзі поэзия тілінде болған. Бұхар жырау аттың жалатанның қомында жүрген кезде Абылай ханға сен түрмен атайын, Абылай бабамызға ақылшы болып жүрген кезінде де екі сөзінің бірі өлеңмен өрілген. Сөйтті де кейін қағазға хатқа түсті ғой. Бұл біздің түркі дүниесінен бастап анау сақ заманда түсірілген 26 таңба бұл біздің тарихымыздың, мәдениетіміздің, өрісіміздің тереңде жатқанының дәлелі. Енді келесіз де осы поэзиямен өрілген рухты біз бағана прозаға сидіре алсақ, онда нұр үстіне нұр. Өйткені онда ұшан теңіз ұлттың байлығы жатыр. Ұшан теңіз біздің ұмыт қалған сөздер жатыр. Соны қайта тірілтіп біздің бүгінгі өмірге кіргізуіміз керек. Ал егер ол өмірге кірмесе, ол өлі тілге айланады. Шыныменен кейбір оқырмандар айтып жатады, мына сөзіңізді кейде түсінбедім, бірақ сіз қаламды қолға алған кезде ол тікелей мана жоғары жақпен байланысты ғой. Соны үнемі сол байланысты үзіп алмау керек. Егер сіздің жүрегіңізден жетіп жығылып жатып қағазға түсіп жатқан әрбір таңба, әрбір ой сіздің өзіңізді тербетсе, оқырманыңыз тербете алды деген сөз. Бана Баян Есентаеваның кітабын айтып жатыр, басқа әр саладағы мамандардың кітабын айтып жатыр. Кітаптың өзі түрленеді, кітаптың өзі бөлінеді. Көркем проза, ғылыми, деректі проза, эссе, публицистика, оның бәрі әртүрлі тақырыптарда өрілген өміршең дүниелер болған күннің өзінде, бірақ көркем әдебиет адамның жанын тәрбиелейді. Көркем әдебиет адамның ішін толғандырады. Егер бала жастайынан әсерленіп, білімге құмарланып өсу үшін ата-ана өзі қолына кітап алмайтын болса, ата-ана бір басылымға жазылмайтын болса, ата-ана әлеуметтік желіні пайдалана отырып, бір дұрыс дүниені оқи отырып, дастархан басына мына дүниені қараңдаршы, мына дүниеде мен мынандай әсер алдым, мына кісі мына сөзі өте ұтымды есті екен, балаларым сендер қалай ойлайсыңдар деп ортаға тастаса да, ол бала мейлі 2 жаста, мейлі 1 жаста, мейлі 5 жаста болсын, баланың жасымен санаспау керек, баланың Құдай берген нұрымен санасу керек. Сонда бала жетілген сайын өзін ұштай түседі. Мына дүниені ата-анам былай қабылдайды екен, менің қабылдауым былай. Бірақ оның әрбір айтқан сөзіне келіспей, жоқ сенікі қате деп жөн-жосықсыз оның қателігін бетіне басудың қажеті жоқ. Бүгінде біздің ата-аналардың, жұмысбасты ата-аналардың, ол кісілерді кінәлауға болмайды. Өйткені баланы асырау керек, қатардан қалдырмау керек, ішкізіп кигізу керек.
оның барлығы тұрмыстық дүние десе де бір сәтсіз сол тұрмыстық дүниеден алшақтап өзің оңаша қалған кезде балаңмен сырласа алсаң, балаңмен сол кітапты бірігіп оқи алсаң, сол арқылы сіз ұлша қызша өсу үшін әке ана деген екі ұғым сол ұрпақ тәрбиесіне қаттырақ көңіл бөлетін болса, оған мектеп ұстаз қосылатын болса, онда біз мықты азаматтар тәрбиелейміз. Ол кешегі өзбекәлілер, қаныштар, әлихандар болып шығады. Көркем дүниені бағана айттым ғой, әсерлену тұшыну. Мысалы мен бала күнімде мен сурет салғанды қиын жақсы көрдім. Мынандай шүпіректер бар ғой, кәдімгі шүпірек, мынаның бәрі шүпіректің, перденің бәрі шүпірек қой. Сол шүпірекке мен аламда қыл қаламдармен неше түрлі сурет салатын. Және әртүрлі конкурстардан мен жүлде алған жүлдем болды. Сосын бізде құснихат деген болды, көркемдеп жазу. Одан да мен талай бәйгелерден, конкурстардан жүлде алдым. Яғни бала болғаннан әртүрлі нәрсеге қызығасың, бірақ соның ішінен біреуін ілуің керек. Әртіс болуға да жақсы қызықтым, ән айтуға да қызықтым, би билеуге де қызықтым, белгілі деңгейде мойындаттым, жүлде алған дүниелеріміз көп болды, бірақ соның ішіне келіп сөз өнеріне тоқтады. Өйткені атам қазақ айтады, өнер алды қызыл тіл. Сөз дұға, сөзді байқап сөйлеу керек. Жақсы сөз сөйле, болмаса сөйлеме деген пайғамбарымыздың хадисі бар. Осыған көп жағдайда тоқталып, соны тиянақты түрде ұтымды пайдалана білсек, онда біздің келешегіміз жұмбақ қой. Өйткені болашағымыз өткенімізді білгенімізбен алдымызды әлі білмейміз. Өйткені ол Құдай тағаланың құзырындағы есептеуде жатыр. Сіз тек қана ниетке қарай амалдар орындалады. Соны ақырын орнына жүйесімен істесек, онда біз ешқашан ұтылмаймыз. Қазір адамдар адасып, іштей өз-өзін іздеп жатыр. Бүкіл адам солай. Іздеу деген әзір аласапыран заман. Өзін тапқысы келетіндер көп. Біреу анаған жүгеді, біреу мынаған жүгенеді, біреу ана дүниені ойлайды, біреу мына дүниені ойлайды. Сонда қазақ атам айтады: өзіңнен тумай ұл болмас, сатып алмай құл болмас. Осы сөзде үлкен мән бар. Өзіңнен тумай ұл болмас деген ол тек қана балаға қаратылған сөз емес. Өзіңде барды бағала. Барды бағалағаннан кез келген ғылымды, өнерді, мәдениетті сен өзіңді сыйласаң, жат бойынан түңілер. Бұхар бабам айтқандай. Сол осы екеуінің айырмашылығын терең сезінген, зерделеген, түйсінген адам ғана ол кейін мықты маман болып шығады. Рахмет Жәке, осылай студиямызға келіп, мына білім қазынаны өзіңіз білесіз, руханиятқа, мәдениетке бір кісідей үлес қосып жатқан қоғамдық қор. Осындай игі іске сіз де атсалысып жатсыз. Келіп уақытыңызды бөлгеніңізге мыңда бір рахмет. Жұмыстарыңыз алға баса берсін. Әмин, айтқаныңыз келсін.